Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 52-ші сабақта біз сағаттың көмегімен уақытты анықтау тақырыбын өтеміз. Бәріміздің үйімізде сағат бар, сағатты қалай анықтауды білеміз, иә? Енді бірінші суреттегі сағатқа қарайық, иә? Бұл жерде бізге сұрақ қойып тұр. Сағаттың сағаттық тілі нақты қай санды көрсетіп тұр? Минуттық тілі ше дейді. Сағат қанша болды дейді. Сағаттың сағаттық тілі дегеніміз ол кішкентай таяқша. Ал минуттық тілі дегеніміз ол ұзын таяқша. Бір сағатта білеміз 12 санына дейін сағаттарды көрсетеді. Егер де ол күндізгі сағат 9:00-ды көрсетіп тұр, егер ол күндіз болса, біз оны 9:00 дейміз. Ал егер де ол кешкі уақытты көрсетсе, біз оны 21:00 дейміз. Сурет бойынша өзің басқа сұрақтар құрастырып көр дейді. Кешкі сағат қанша, күндізгі сағат қанша деп сұрақ құрастырсақ болады. Енді екінші тапсырмаға қарайық, сурет бойынша тура пікірді тап деді. Бірінші сағатқа қарайық, суреттегі ол жерде бізде 9:40-ты көрсетіп тұр. Енді пікірлерді оқып көрейік. Сағат 10-нан 20 минут өтті, немесе 9 сағат 40 минут. 9 сағат 40 минут дұрыс, бірақ 10-нан 20 минут өткен жоқ. Сондықтан бірінші пікір дұрыс емес. Екінші пікірде сағат 8 сағат 10 минут немесе 8-ден 10 минут бар дейді. Бұл да дұрыс емес, өйткені сағат тілі де минут тілі де 8-де тұрған жоқ. Енді үшінші пікірде сағат 9 сағат 40 минут немесе 10-ға 20 минут бар дейді. Ол дұрыс. Өйткені былай қарасақ 9-дан 40 кетіп тұр, бірақ 10 болуға әлі 20 минут бар. Енді үшінші тапсырмаға қарайық, уақытты анықта дейді. Үлгіде 4 сағат 39 минут немесе 16 сағат 39 минут деп жазуымыз керек екен. Бірінші суретте сондай көрсетіп тұр. Енді бірінші суретте біз қарайық, жасыл сағатта сағат 11:00-ды көрсетіп тұр. Егер де ол түнгі уақыт болса, ол 23:00 болады. Енді екінші сағатты қарайық. Бұл жерде 10 сағат 10 минутты көрсетіп тұр. Ал егер ол түнгі уақыт болатын болса, ол 22 сағат 10 минут дейміз. Үшінші суретте 5 сағат 5 минут немесе 17 сағат 5 минут деп айтамыз. Төртінші тапсырмада дүйсенбі күнгі сабақ кестесінің уақыттарын кестеге жаз дейді. Сендер әрине өздеріңнің сабақ кестелеріңді жазсаңдар болады. Мысалы, біз таңертеңгісін оқимыз. Бірінші сабақ 8:00-де басталып, 8:45-те аяқталады. Екінші сабақ 8:50-де басталады, 5 минуттық переменмен, 9:35-те бітеді. Үшінші сабақ бізде 9:45-те басталады, 10 минуттық үзілістен кейін 10:30-да аяқталады. Ал төртінші сабақ 10:35-те басталып, 11:20-да аяқталады. Бесінші тапсырмада электронды сағаттарда көрсетілген уақытты таңертеңгі, күндізгі, түнгі, кешкі сөздерін қолдана отырып ата дейді. Таңғы 7:25, кешкі 20:58, түнгі 00:34, яғни 12-ден 34 минут кеткен, және 15 сағат 2 минут ол күндізгі уақыт болады. Алтыншы тапсырмада күнтізбені пайдаланып, жаз мезгілінде неше апта бар екенін анықта дейді. Жаз мезгілінде неше апта бар екенін қарайық. Жаз мезгілінде бізде маусым, шілде, тамыз 3 ай. Маусымда 30 күн, шілде мен тамызда 31 күннен деп есептесек, бізде 92 күн болады. Енді 92 күнді бір аптада 7 күн бар деп есептеп бөлетін болсақ, 13 апта 1 күн болады. Сол кезде жаз мезгілінде 13 апта бар екен, және 1 күн. Енді ән нұсқасында шілде мен тамыз айларындағы күндер санын қос, қосындының мәніне маусым айындағы күндер санын қос дейді. Шілде мен тамызда біз айттық 31 күннен 62 күн болады. Оған маусымның 30 күн қосақ 92 күн болады. Енді жетінші тапсырмада өрнектер қор және олардың мәнін тап деген есеп берілді. Қараңдар, үлгісі беріліп қойған. Бірінші, мына 28-33-ке қосамыз, одан 44-ті алады екенбіз. Сонда 17 шығады екен. Енді 28-ге 33-ті қосып 19-ды аламыз. Сонда 42 болады екен. Енді біз шығарайық 52-ден бастап. 52-ге 33-ті қосып 44-ті аламыз. 52-ге 33-ті қосақ 85, 85-тен 44 қосақ 41 болады. Енді 52-ге 33-ті қосып 85, одан 19 аламыз, 66 болады екен. Тура сол сияқты 94 алу 55, 39 болады, оған 17-ні қосақ 56 болады екен. Енді 94 алу 55, 39 ғой, соған 61-ді қосамыз, сонда 100 болады екен. Енді 72 алу 55, 17 болады, 17-ге 17-ні қосақ 34, ал 72 алу 55, 17-ге 61-ді қосақ 78 болады екен. 8-ші тапсырмада аң нұсқасында сағат 17 сағат 15 минутты көрсетіп тұр. 1 сағаттан кейін сағат қай уақытты көрсетеді дейді. Енді 1 сағаттан кейін болса, ол әрине 18 сағат 15 минутты көрсетеді. Ән нұсқасында сағат күндізгі 11-ді көрсетіп тұр. 2 сағат 45 минут бұрын қанша сағат еді дейді.
Енді 11:00-ден 2 сағат 45 минут аламыз. 11:00-ді біз 10 сағат 60 минут деп аламыз. Одан 2 сағат 15 минут аламыз. Сол кезде 10 сағаттан 2 сағат алсақ 8 сағат болады, 60 минуттан 45 минут алсақ 15 минут болады. Сонда 2 сағат 45 минут, 8 сағат 15 минут болған екен. 9-шы тапсырмада бізге құм сағаттарды 7 минутты және 12 минутты көрсетіп тұр. Осы сағаттардың көмегімен 5 минуттың қалғанын қалай білуге болады дейді. Қараңдар, бірінші құм сағат 12 минутты көрсетіп тұрсын, иә? Енді екінші құм сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Яғни 12 минутты құм сағатты қоямыз да, қасына 7 минутты құм сағатты қойып тастаймыз, иә? Сол кезде 7 минутты құм сағат біткен кезде 12 минутты құм сағаттың ішінде 5 минут қалады. Түсіндіңдер ма? Осылай шығарамыз. Енді ән нұсқасын қарайық. Көктемнің бірінші күнінен қыстың соңғы күніне дейін неше ай бар дейді. Қараңдар балалар, бұл жерде ойлану керек, иә? Қараңдар, қыстың соңғы күні ақпанның 28 или 29 болады ғой. Содан кейін 1 наурыз басталады. Яғни көктемнің бірінші күні басталады. Яғни көктемнің бірінші күнінен қыстың соңғы күніне дейін 12 ай бар. Өйткені тура 1 жылдан кейін көктемнің бірінші күні басталады, иә? Қыстың соңғы күні тура сол күні түнгі 12-де аяқталады. Сондықтан оны 12 ай бар деп жазамыз. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.